Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli bolalar. Abdul Qiraat kitabını жалғастырамыз. Бүгін 46-шы дәріс. Abdul Qiraat kitabının 2-ші томы 46-шы дәріс. Ад-дарсу ас-садису вал-арбаун 46-шы дәріс. Ан-насик дәрвиш. Сопа. Жекеше сөздер словарға қараймыз. Насик, дәрвиш, сопа, дуана, пірадар. Истимля, толу, тола болу, толықтық. Бір ыдыстың тола болу айтады. Истилқаун, шалқасынан жату. Истилқаун деген сөз маздар истифалун бабында тұр. Исталқа, ясталқи деген естік шығады. Исталқа, ясталқи, ана асталқи, Анта тасталқи деген естік шығады. Хукказатун, таяқ, сойыл. Ғалаун, қымбаттық, қымбатшылық. Қымбаттық, қымбатшылық. Хабалун деген жүкті болу. Жүкті болу. Истижарун деген жалға алу. Истижарун, жалға алу. Бәзрун деген дән. Тұқым, ұрық. Аккарун, дихан. Егінші шаруа. Аккарун, акаратун деген көпше түрі диханшылар. Фахирун, зәулім, сәулетті, сәнді деген. Бәйтун фахирун, зәулім үй. Нәжибун деген асыл тұқымда. Нужубун, нужабау, анжабун деген көпше түрлері. Бір сөздің бірнеше көпше түрі болады. Және көпше сөзіңді көпше сөз болады кейбір кездерде. Жалпы бір сөзде бірнеше көпше сөз болуы мүмкін. Тараруун, өсу, үлкею, жетілу. Ташдидун, қатал болу, қатаң болу, қаталдық көрсету, қысым көрсету дейді. Шаддада, ташдид деген тафил бабында тұр. Шаддада, юшаддиду деген естік шығады. Тараруун дегенде تفاعل بابنا تمتنا ترعرعون دين ترعرع يترعرع دين يتسخشاد ترعرع يترعرع دين يتسخشاد بول енді сөздерге көшсек сөйлемдерге то есть бисмилlah юхка хикая етіледі анна насикан шынында сопа кәна ерсилу илейхи ахаду туджари сатушылардың бірі оған жіберетін еді оған дегені насик сатушылардың бірі сол сопаға жіберетін еді күлла яумин әр күні ратлайни минал асал шамамен ратлайни деген ратлун деген 450 граммды айтады примерно 450 грамм ратлайни деген бір 900 грамм ғой примерно 1 килограмм бал жіберетін еді дейді. Яғни хикая етіледі бірде жаңағыдай сатушылардың бірі жаңағы сопаға әр күні 1 килограмм жаңағыдай асыл яғни мед жіберетін еді. Әсіл, мед, бал. فكان الناسك يأكل منه حاجته ويضع الباقي في جرة ويعلقها في وتد في ناحية البيت ولم يمضي على ذلك شهر حتى امتلأت الجرة وبينما هو ذات يوم مستلق على ظهره والعكازة في يده إذ تفكر في غلاء العسل وتقول كن سلمكنا وزق سيتب فكان الناس يأكل منه حاجته سيتب ألقى صوبة أسلدن قاجتن جيتنتت منه من العسل يعني جاغ بالدان ألقى بالدان قاجتن كان يأكل حاجته өзінің қажетін
содан, яғни балдан жейтін еді сопы, ويدع الباقية қалғанын қоятын еді في جرة кувшинге, бір ыдысқа, кувшин деген бір андай ыдыс қой, сол кувшинге құйып қоятын еді, қалғанын, қажетінен артық қалғанын құйып қоятын еді да, ويعلقها, және де оны іліп қоятын еді, في وتد في ناحية البيت, үйдің бір бұрышындағы уәтид, яғни бір ілгішке іліп қоятын еді дейді. Яғни қажетін жейтін еді да, қажетінен артық қалғанын, бақия қалғанын, ядау қоятын еді, фи жарраттин, бір кувшинге, ал кувшинді іліп қоятын еді. Кувшин болғанда да бір неден жасалған ғой, жаңағы бір теріден жасалған ба, бір бірдеңеге құйып, оны болса үйдің бір бұрышындағы ілгішке, уәтид деген ілгішке іліп қоятын еді дейді. Кәна юғаллиқуха, іліп қоятын еді. Ха юғаллиқуха, яғни жарратин. Кәна юғаллиқу хадигил жаррати, мысалға да сондай мағынада. Ха жарратин қайтады. Түсінікті болды. Яғни әлгі сопы, әлгі балдан қажетін жейтін еді да, қалғанын бір ыдысқа құйып, ол ыдысты үйдің бұрышындағы бір ілгішке іліп қоятын еді. Вәләм ямди аля зәлика шәһрун, осындай халде жүргеніне бір ай өтпестен, вәләм ямди өтпестен бұрын, өтпестен, яғни вәләм ямди өткен жоқ, немесе де өткен жоқ, аля зәлика осыған, осы жағдайға, шәһрун бір ай өткен жоқ, осылай жүрді, бір айдан аз уақытта осылай жүрді да, хатта имталатил жаррату, сол бір ай өтпестен, бір ай өтем дегенше жағы адасы имталаат толып қалды дейді. Имталаатил жаррату, адыс толды. Жаррату деген бір кувшин, жағы кувшины толып қалды дейді, бір ай өтпестен бұрын. Фабайнама хуа зата яумин, сөйтіп бір күні дейді, фабайнама хуа зата яумин, сол күндердің бір күнінде, зата яумин, күндердің бір күнінде, мусталқин аля захрихи, арқасымен шалқасынан жатқан кезде, шалқасынан жатқан кезде, вал указату фи ядихи, ал аса таяғы қолында таяғы бар еді, өзі шалқайып жатқан кезде, из тафаккара, ойлай бастады, пікірлей бастады, фи ғалаил асал, балдың қымбаттығын ойлай бастады, дейді. Фақала, сөйтіп айтты дейді, сәәбиу ма фи хадихил жаррати бидинарин, сатамын, сөйтіп айтты дейді, сатамын, сә деген сауфа, яғни біраздан кейін деген мағына, сәәбиу, сәлден кейін сатамын деген мағынада, яғни біраздан кейін сатамын, яғни иншалла сатамын десеңіз болады, сатамын, ма фи хадихил жаррати, мына ыдыстың ішіндегіні, сәбиу сатамын да, бидинарин, бір динарға сатамын да, ва әштәри, сөйтіп сатып алам дейді, бихи, сол бір динарға сатып алам, ва әштәри бихи, анзатайни, екі ешкі сатып алам дейді. Мына балды, ыдыстың ішіндегі балды бір динарға сатам да, сол бір динарға екі ешкі сатып алам дейді. Фатах балани, ол екі ешкі жаңағыдай көтереді, төлдейді. Фатах балани, аяғы ауыр болады. Фатах балани, екі қабат болады. Фаталидани, сөйтіп төлдейді, босанады, яғни төлдейді. Фикулли хамсати ашурин, фикулли әрбір 5 айда марратан бір рет төлдейді дейді. Бір динарға балды сатам, ол бір динарға, то есть балды бір динарға сатам, бір динарға екі ешкі сатып алам, ол екі ешкі көтереді да, то есть ол екі ешкі екі қабат болып, аяғы ауыр болып, әрбір 5 айда бір рет төлдеп отырады дейді, яғни босанып, яғни төлдеп отырады дейді. Өзі ойлап отыр ғой, ойында. ولا تمضي إلا عدة سنوات حتى تصير
عنز الثاني عنزا كثيرا ولا تمضي إلا عدة سنوات бірнеше жыл өтпей тұрып ولا تمضي бірнеше жыл өтпей тұрып сөздің мағынасы ولا تمضي إلا عدة سنوات бірнеше жыл өтпей тұрып حتى жағы менің екі ешкім тасирул анзатани екі ешкім болады анзан кәсиран көптеген ешкі болады дейді. Екі ешкім көптеген ешкі болады дейді. Фәәбиу бa'дал анзи сөйтіп мен сатамын бірнеше кейбір, яғни кейбір деген бірнеше мағынасында сатамын кейбір ешкіні, яғни бірнеше ешкіні сатамын да уа әштәри бисаманихи сөйтіп сатып аламын оның бағасына, бірнеше сатылған ешкінің бағасына сатып аламын бақарын, сиыр сатып аламын дейді. Уа әштәри ардан сөйтіп тағы да сатып аламын, жер сатып аламын, уа бәзіран және де дән сатып аламын, тұқым, яғни ұрық дейді ғой бағана, дән сатып аламын, дән несі жаңағы бәзіран деген дән сатып аламын, дән сатып аламын дейді да. Жер сатып аламын, дән сатып аламын және сиыр сатып аламын дейді. Уа әстәжиру әкаратан және де жалға аламын әкаратан диханшыларды жалғарам. Әккарон деген бағана бар еді ғой, әккарон дихан егінші шаруа, әкаратун деген шаруалар, диханшылар, егіншілер, яғни егіншілерді жалға аламын да. Уа әзруу аля сирани саурун сиронун деген өгіздермен жер жыртамын да, диханшыларды жалға алып өгіздермен жер жыртамын да. Уа антафиу және де антафиу пайдаланамын, пайда көремін би альбанил инаси сол ұрғашыларының сүтімен, оның төлдеген балаларымен пайда көрем дейді. Яғни ешкінің ұрғашының сүтін алам, оның лақтарын, яғни төлдерін, яғни лақтарымен пайда көрем дейді. Альбан деген ләбәннің көпше түрі, сүттерімен пайда көрем, балаларымен де пайда көрем дейді. Нүкте. Вәлә яти алайя 5 синина маған 5 жыл өтпей тұрып, фәлә яти алайя, яғни өтпестен бұрын 5 жыл, яғни маған осы істерінің барлығында 5 жыл өтпей тұрып, фәлә яти алайя 5 синин 5 жыл өтпей тұрып, илля усибу мин аз-зар'i малан катиран жағы егістіктен көп мал көрем. Усибу маған тиеді, көремін, табамын. Усибу асаба юсибу бірнеңеге ұшырау, яғни 5 жыл өтпей тұрып егістіктен көптеген малға душар боламын дейді. Көптеген малға душар боламын, яғни көптеген мал табамын дейді. Фәәбни бәйтан фәхиран сөйтіп мен құрамын зәулім үй, зәулім үй салам, зәулім үй салып алам. Әбни бәйтан фәхиран саламын. Бәна ябни деген тұрғызу, үй салу, бәйтан фәхиран мафул фиғл мафул. Уа әштәри әфрасан нәжибәтан сатып аламын, әфрасан жылқылар сатып аламын дейді. Нәжибәтан текті, тұқымды, текті жылқылар сатып аламын. Уа әстәжиру және де жалға аламын. Хадиман ва хадиматан бір қызметші адам және бір қызметші әйел жалдаймын. Уа атазавваджу сөйтіп үйленемін дейді. Имраатан солихатан жәмилатан әдемі салихалы әйелге үйленемін. Енді бұның барлығына жалғадан жатып алып, бұл Софияның армандап отыр кәдімгідей. Ойлап отыр ғой барлығын, осылай істеймін деп. Бағана бұның қолындағы қазір бар нәрсесі бір көпшен балғына бар да бұда. Соны сатып осындай дәрежеге жетем деп өзі ойлап отыр, армандап. Ойын жалғастырайық.
Фатахмилу, сөйтіп жаңағы менің әдемі салихалы әйелім екі қабат болады дейді. Фатахмилу, екі қабат болады. Хамала яхмилу деген көтеру. Яғни бала көтеруді. Бала көтереді. Сумма тәти би ғуламин нәжибин. Сөйтіп одан кейін келеді, яғни баланы босанып келеді. Яғни бала босанады. Би ғуламин нәжибин. Текті баламен келеді. Яғни текті бала босанып береді маған. Фа ахтару лаху ахсанал асмаи. Сөйтіп мен таңдаймын оған, әлгі балаға, менің балама ең көркем есімдерден бір есім таңдаймын дейді. Фаида тарараға, әлгі бала өскен кезде, тарараға етарарағу, хуа тарарағада. Фаида хуа тарараға деген мағынада ғой. Сөйтіп ол бала өскен кезде әддәптуху, оны мен тәрбиелеймін. Фа ахсанту тәдибаху. Сөйтіп оның тәрбиесін ең көркем қылам дейді. Яғни ең көркем түрде тәрбиелеймін. Ва ушаддиду алейхи фи залика. Және де осыда, яғни тәрбиемде ушаддиду алейхи, оған қатал боламын дейді. Ва ушаддиду алейхи, қатал боламын оған фи залика, осыда. Яғни қатал боламын оған фи тәдибихи. Оған тәрбиесінде өте қатал боламын дейді. Фаин атуани, егер маған бойсынса, ана балам дейді. Егер бойсынса, ва илля дарабтуху. Егер бойсынса, ал бойсынбаса, дарабтуху. Ва илля, ал егер олай болмаса, дарабтуху биядигил укказа. Мен оны ұрамын, дарабтуху, оны ұрамын, мына таяғын мен, мына таяқпен оны ұрамын. Егер маған бойсынбаса, ал бірақ бойсынса басқа дейді. Фа ин атуани, бойсынса маған дейді. Ал егер бойсынбаса, ол яғни маған бойсынса, мен оны қатал түрде тәрбиелеймін. Ал маған бойсынбаса, мен оны мына таяғымен ұрамын дейді. Ва ашара биядиги илал жаррати. Сөйтіп өзінің қолдағы таяғымен әлгі көпшінге қарай сілтеп қалды дейді. Көпшінге қарай сілтеді. Факасараха, және көпшінді сындырып жіберді дейді ана таяғымен. Сөйтіп армандап отырып қолын таяғын сілтеп жіберген ғой. Сөйтіп жаңағы бал құйылып тұрған көпшіні сындырып жібергенде фасала ма фиха, сөйтіп жаңағы ағып кетті. Ма фиха, ішіндегі нәрсе иля ваджихи, жаңағы сопекең бетіне ағып кетеді. Яғни армандап отырып тәрбиелеймін баламды, тәрбиемен көнбесе мына таяғымын ұрамын деп таяғымын сермеп қалған кезде, ана көпшіге қарай сермеп қалған кезде көпшіні сындырып жібереді. Ішіндегі балының барлығы бетіне ағып кетеді дейді. Әдемі оқиға, негізі өте күлкілі оқиға кәдімгідей. Құрметті бауырлар, осы 46-шы дәріс бітті. Түсінбеген жерлеріңіз мына жерде міндетті түрде болады. Сол түсінбеген жерлеріңізді сұраңыздар иншалла. Ал түсінбеген жерлеріңіз болмаса, машалла, нұр үстіне нұр, ары қарай жалғастыра беріңіздер. Алла Тағала сіз бен бізге пайдалы ілім берсін, ілімдеріңізге амал істеуді Алла Тағала біз бен сізге нәсіп етсін. Ва ахиру дағуана алхамдулиллахи раббил аламин. Құрметті бауырлар, біздің каналымыздың дамуына көмектесеміз десеңіздер, есігіміз әрдайым ашық иншалла. Описанияға карточкаларымызды, реквизиттерімізді бәрін қалдырамыз иншалла. Жақсы істе, сауапты істе бірге болайық. Ва ахиру дағуана алхамдулиллахи раббил аламин.